Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы денсаулық, зор байлық, заттың атын білдіретін сөздер. Балалар, оқулықтарымыздағы бірінші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Дені саудың жаны сау. Адам денесінің жетілуі оның денсаулығына байланысты. Егер денің сау болсын десең, оны шынықтыру керек. Дені сау адамның көңіл күйі жақсы болады. Ақыл ойы да тез дамиды. Сондықтан денсаулықты сақтау керек. Дене шынықтыру жаттығуларын үзбей жасау керек. Балалар, мәтін не туралы айтылған? Денсаулықты күту үшін не істеу керек деп ойлайсыңдар? Сұрақтарға жауап береміз. Сәлеметсіздер ме достар? Сіздер дұрыс мүсін, сұлу сымбатпен әдемі жүрудің мықты, арқаның және шаршауды азайтудың кепілі екендігін білесіздер. Ал мүсіннің дұрыс болмауы омыртқаның қисаюына, сколиозға, бүкіреуге, арқаның ауырсуына және тез шаршауға апарады. Компьютердің алдында жазу жұмысында немесе кітап оқығанда дұрыс отырмасаңыз, көрудің нашарлауы пайда болуы мүмкін. Сіздердің қасында қалай дұрыс отыру қажеттігін және дұрыс отырмау жағдайларын қарастырайық. Адам үстелдің қасында отырғанда басын тік ұстау қажет. Қатты еңкеуге болмайды. Иықтарды сәл артқа қарай тарту қажет. Омыртқа тік және орындықтың арқасына тиіп тұру қажет. Ыңғайлы болу үшін арқаның астына шағын жастық қоюға болады. Қолдар салбырамауы қажет. Аяқтар 90 градус бұрышпен бүгілуі қажет. Орындық сәл ауаса болса, отыратын жерге жұмсақ жастық қоюға болады. Егер орындық тым биік болса, аяқтың астына қойғыш қоюға болады. Ұзақ жұмыс кезінде әр жарты сағат сайын аздаған үзіліс жасау қажет. Жүру кезінде мүсін дұрыс болу үшін не істеу қажет? Арқаны тік ұстау қажет. Басты еңкейтуге болмайды. Иықтар сәл артқа тартылып тұру тиіс. Бүкіреудің жиі себебі көбінесе жүріп келе жатып телефонмен сөйлесу. Сондықтан қозғалыс кезінде мобильдік телефонды жиі қолдануға болмайды. Сау мүсінді жасау және сақтау үшін бірнеше жеңіл жаттығуларды қолдануға болады. Желке, арқа мен өкше қабырғаға тиетіндей етіп қабырғаның қасына тұрыңыз. Басқа кітап қою қажет. Басқа кітап қойып қолмен ұстамастан бөлменің ішінде жүріңіз. Қолмен ұстап турникте созуыңыз. Немесе жерде тұрып, аяқ ұшына тұрып, жоғары қарай саусағыңызға дейін созуыңыз. Тегіс жерге ішіңізбен жатып, артқа қарай бірнеше рет қайыру қажет. Қолды артта айқастырып, омыртқаны мүмкіндігінше қайырылатындай етіп, алға қарай баяу созу қажет. Арқа арқылы қолдан қолға бір затты беру қажет. Сол және оң қолды алмастыра отырып. Енді мүсінді қалай сақтау қажеттігін білесіз. Осылайша күні бойы сау және сергек боласыз. Оқушылар, спортта ол адам денсаулығының басты кепілі болып саналады екен. Спортпен шынықсақ, денеміз шымыр болады екен. Сендерге бұл бейнематериал өте пайдасы тиді деп ойлаймын. Әрі қарай дәптермен жұмыс жүргіземіз. Оқулықтарымыздағы үшінші жаттығу өлеңді көшіріп жаз, заттың атын білдіретін сөзді тап. Ақын әнші той бастар, шешен адам сөз бастар. Батырлар бар, қол бастар, көпті көрген жол бастар. Осы өлеңнен заттың атын білдіретін сөзді тауып, астын сызамыз. Келесі жұмысымыз көркем жазу. Балалар, көркем жазудың ережесін есімізде сақтаймыз. Тазалық, денсаулық кепілі, денсаулық, байлық негізі деген сөйлемдерді, жол параға кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай көркем етіп дәптерге жазамыз. Келесі тапсырмамыз әріптер мен сандарды пайдаланып, жасырынған сөзді табамыз. Сол сөздерді қатыстырып сөйлем құрастырамыз. Мысалы, кестеде әріптер мен сандар берілген.
осы сандарда жасырынған сөзді табасыңдар. Тапқан сөздеріңе сөйлем құрастырасыңдар. Сабағымыздың соңын кері байланыс арқылы аяқтаймыз. SMS әдісі арқылы бүгінгі сабақ туралы ойларыңызды ұялы телефонға хабарлама ретінде жазасыздар. Сау болыңыздар.